Бүгін мен сізге ұсыну құрметіне ие болдым. Еліміздің өнегелі көшбасшысы. Сіздерге ұсынуға қуаныштымын. Мартин Лютер Кинг. Бүгін мен қатысушылармен бірге отанымыздың тарихындағы азаттық шеруі бейнесі ретінде тарихта қалатын оқиғаларға қатысушы болғаныма қуаныштымын. Жүз жыл бұрын құлдарды босату туралы манифестке қол қойылды. Жарқыраған әділетсіздіктің миллиондаған мәжбүрлі құрбандары үшін бұл тағдырлы жарлық көптен күткен үміт шамы болуға рұқсат етілген. Бұл жарқыраған жарлық олардың азапты тұтқында болған түнек түніне нүкте қоя алады. Бірақ 100 жыл өтсе де, негр әлі де тұтқында. 100 жыл өтсе де, негрдің өмірі әлі күнге дейін тізбек пен халықаралық қауымдастық тарапынан сегрегацияның аяусыз әдістеріне байланысты. 100 жылдан кейін негр әлі күнге дейін аралдардың бірінде тұрады. Соның ішінде материалдық қамтамасыз етудің шексіз тапшылығы. 100 жыл өтсе де, негр әлі де американдық қоғамның шетінде, өз елінде шеттетілген адамның аяқ киімін киіп жүр. Міне, біз бұл бұрын соңды болмаған ашу ызаны жария ету үшін келдік. Бұлайша айтқанда, біз қазіргі отанымызды чекті қолма-қол ақшаға айналдыру үшін келдік. Конституцияның және тәуелсіздік декларациясының маңызды сөздерін айта отырып, біздің республикамыздың сәулетшілері әр американдық үшін ұзақ мерзімді міндеттеме болатын вексельге қол қойды. Бұл кепіл барлығына, қара нәсілдерге де, ақтарға да, өмірге, бостандыққа және әл-ауқатқа ұмтылуға деген ажырамас құқықтарының кепілі болды. Америка, әрине, түрлі түсті адамдар алдындағы міндеттемелерін орындамады. Америка өзінің қасиетті парызынан бас тартып, негрге шотта қаражат жеткіліксіз деп белгіленген чекпен қамтамасыз етілмеген чек берді. Біз Әділет банкінің сәтсіздігіне сенуден бас тартамыз. Біз бұл елдің орасан зор мүмкіндіктерінің қазынасында қаражаттың жоқтығынан бас тартамыз. Міне, біз бұл чекті қолма-қол ақшаға айналдыруымыз керек. Ол бізге бостандық пен әділет қазынасының қақпасын ашады. Міне, біз осы қасиетті жерде Америкаға өзекті мәселенің өзектілігін еске түсіру үшін келдік. Біз тыныштандыратын сән-салтанат пен құлдықты бірте-бірте азайтудың тыныштандырғышын бере алмаймыз. Уәделерді орындайтын уақыт келді. Сегрегация казематтарының қараңғылығы мен суығынан көтеріліп, күн шуақты нәсілдік әділеттілікке шығатын сағат келді. Біздің отанымызға нәсілдік алалаушылықтың түн басынан туысқандықтың
берік жеріне енуге мүмкіндік беретін уақыт келді. Еміздің барлық балаларына әділдік орнататын уақыт келді. Бұл сәттің маңыздылығын елемеу отанымыз үшін аса қауіпті болар еді. Бостандық пен күш қуаттың жігерлендіретін күз келгенше түрлі түсті адамдарға негізделген шағымдардың осынау жазы аяқталмайды. 1963 жыл жылдың соңы емес, басы. Ертең ел ештеңе болмағандай жұмысқа шықса, бүгін жиған буын босатқан негр ақыр босаңсыды деп ойлайтындардың көңілі мұңаяды. Негр өз қажеттіліктерін қанағаттандырмайынша Америкада тыныштық та көрінбейді. Көкжиектен азаттықтың нұрлы күні көрінгенше көтерілістердің құйындары отанымыздың заңдарын шайқалта бермек. Ол әділет сарайына апаратын жылы босағада тұр. Күн астында лайықты орнымызға қол жеткізіп, жаман ісерде бағынбайық. Азаттыққа деген шөлімізді шөлден зұлымдықпен қандырмайық. Әрқашан биік қасиеттерімізбен, тәртіптерімізбен шектелейік. Зорлық зомбылық тудыратын, наразылық тудырып, қылмыстың түбіне түспейік. Рухани жүктің күшіне қарсы тұрудың ұлы деңгейлеріне қайта көтерілейік. Негр халқы барлық ақ бауырларға, олардың көпшілігіне сенімсіздікпен орындаған қайсар рух бізді басып кетпесін. Және біздің жақын жерлестеріміздің бүгінде мұнда болуы шынымен дәлелденді. Олардың тағдыры біздің тоғысқандығымызбен тығыз байланысты екені түсінікті. Олардың еркіндігі біздің таратуымыздан бөлінбейтіндігі түсініледі. Бұл жолды жалғыз біз жасай алмаймыз. Ал жолда бұл сөз тек алға жүруі керек. Артқа жол жоқ. Біреу чемпиондарға ал қашан тынышталасың деп ерекше құқы бар. Негр тәртіп қызметшілерінің ойға келмейтін қатыгездік қорқынышының құрбаны болуды тоқтатпайынша біз тыныштық бермейміз. Жоқ, қатты шаршаған адамдардың денесі қала қабырғаларында және жол бойындағы қонақ үйлерде демалудан бас тартпайынша біз тынышталмаймыз. Негр тек кішкентай геттолардан үлкен геттоларға көшті тоқтатпайынша біз тыныштық бермейміз. Жоқ, балаларымыз тек қана ақ деген аяусыз белгілерден өзінің болмысын және өзін өзі бағалауын айырғанша тыныштық бермейміз. Миссисипидегі негр дауыс бере алмайынша, ал Нью-Йорктегі негрдің дауыс беретін ешкімі қалмайынша біз тыныштана алмаймыз. Жоқ, біз тыныш емеспіз және біз тыныштала алмаймыз. Я, мен білемін. Бұл біреу үшін қиыншылықтар мен қиыншылықтарды қабылдау жолынан тыс. Кейбіреулер үшін мұндағы жол қуғын сүргіннің бұршақ астында және тәртіп сақшыларының қатыгездік дауылынан бостандыққа деген
құштарлық тоғысқан жерден келеді. Жасампаздық жолындағы азаптың ардагерлерісіз. Өртенбеген азап үшін жазаға сенім табылмайды. Миссисипиге оралыңыз. Алабамаға оралыңыз. Оңтүстік Каролинаға оралыңыз. Джорджияға оралыңыз. Луизианаға оралыңыз. Отанымыздың солтүстік қалаларының қараңғы аудандары мен геттоларына оралыңыз. Алдымен шығудың жолы бар. Және бәрі өзгереді. Үмітсіздік тұңғиығына ұшпайық. Бүгін менің достарым, бүгінгі және болашақтың барлық қиындықтарына қарамастан, мен сізге айтамын. Менің арманым бар. Мешіттің мұхитында жүрек тәрізді ашылатын арман. Менің бір арманым бар. Еліміз сеніміміздің шынайы мәні жүзеге асқан соң, ол адам бейнесіне айналады. Біз жалпыға бірдей теңдік ешқандай дәлелдеуді қажет етпейтініне нық сенеміз. Содан кейін мен армандадым. Джорджияның қызыл төбелерінде ескі, бұрынғы құлдар, бұрынғы құл иелерінің ұрпақтарымен бауырласты қасын бөлісу. Менің арманым бар. Тіпті бір күні Палестинаның әділетсіздігінен қажыған, қатал езгіден тұншыққан мемлекет Мисси штаты да әділет еркіндігі мен оазисіне айналады. Менің бір арманым бар. Бұрын 4 балам адам өңіне қарап емес, адамгершілік қасиетіне қарай баға беретін елде оянған. Бүгін менің арманым бар. Менің бір арманым бар. Көбінесе Алабамада қатыгез нәсілдердің күйі заманның істеріне араласпау және табиғи дағдарыстың күшін мойындамау туралы жомарт губернатордың жағдайы. Бір күні Алабама штатында қарауылдар мен қыздар, ақылдар мен қыздармен қол ұстасып, ағалар мен әпкелер болады. Бүгін менің арманым бар. Менің арманым бар. Тарихта барлық аңғарлар көлге айналады. Барлық төбелер мүмкіндіктерге айналады. Барлық таулар айналаға айналады. Соқпақтар түсі жетуге болады. Көлдің жанында жолдар бұралған. Керемет. Бұл біздің үмітіміз. Міне, сол сеніммен елдің оңтүстігіне қайтамын. Осы сеніммен біз үмітсіздіктің бір бұлақтан үміт тасын ойып аламыз. Осы сеніммен біз отанымыздың өзгешеліктерінің шырқауын туысқандықтың әдемі симфониясына айналдырамыз. Осы сеніммен бірге еңбек етуіміз, бірге дұға етуіміз, бірге күресуіміз, тұтқында бірге қағуымыз, бостандық үшін бірге тұруымыз мүмкін. Бастапқыда азат болуымыз заңды. Сол күн де келеді. Құдайымыз жаратқан иенің барлық балалары мына сөздерге жаңа мағына беретін күн келеді. Елім, туған жерім, әкемнің көтерілген жері, мен саған ода жырлаймын. Тауы биік, баурайы, ақсақ бабалар өлкесі жұмаққа бостандық шырқайды. Ал егер Америка ұлы держава болуды жазса, онда тек осы сөздерді шындыққа айналдыру арқылы ғана
Бостандық таңғажайып Нью-Гэмпширдің шыңымен шырқалсын. Нью-Йорктегі орасан зор дәуір тауларынан бостандық шырылдасын. Пенсильваниядағы Аллегени тауларының жұтылуымен бостандық шырылдасын. Колорадодағы қар басқан жартасты таулардың шыңынан бостандық шырылдасын. Велосипедтердің бұйыра бейімділігінен бостандық шырылдасын. Сонымен қатар, Теннессидегі Стоун Маунтин, Джорджиядан бостандық шырылдауы мүмкін. Миссисипидің барлық төбелері және бұдырларымен, ерекшеліксіз барлық беткейлерімен бостандық шырылдасын. Бостандық шырылдасын. Ал бұл бейне біз бостандықтың шырылдауына мүмкіндік бергенде, біз қоңырау шалғанда, барлық тараптармен, ауылдармен, барлық қалалармен және штаттармен қоңырау шалғанда, біз Құдайымыздың барлық балалары, қара және ақ, еврейлер мен еврей еместер, католиктер мен протестанттар саналы түрде қолдарын біріктіріп, ескі шіркеу әнұранындағы сөздерді айтады. Біз ақыры бостандықтамыз. Ақыры тегін. Рахмет әке. Ақыры еркін болдық.